Желіде жедел хабар барша хабардар болсын. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазылыңыз. Видеомыз астына бір лайк және жазылу түймелерін басыңыз. Қолдарыңызға батуларының қабырғаларына тисін. Біз сізге ең жақсы жеткізуді жалғастырамыз. Ендеше біз бастадық. Түркістанда 15 мыңнан астам жас колледжге тегін оқитын болды. Түркістан облысында 15 мыңнан астам жас колледжге тегін оқуға түсті деп хабарлайды Бақ.кз. Облыс әкімінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап. Түркістан облысы әкімдігіне 2023-2024 оқу жылына техникалық және кәсіптік орта білім мен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру жөніндегі комиссия отырысы түсті. Жиынға Түркістан облысы әкімінің орынбасары Бейсен Тәжібаев төрағалық жасап жүргізіп отырды. Күн тәртібінде 2023-2024 оқу жылының техникалық және кәсіптік орта білім мен кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын қайта қарау, мемлекеттік беру тапсырысы орналастыратын ұйымдардың тізбесін анықтау мәселесі қаралды. Сонымен бірге мемлекеттік гранттарды білім беру ұйымдарына үйлестіру жөніндегі түйткілдер де қарастырылды. Басқа жаңалықтар білгіңіз келсе арнамызға жазылыңыз, қымбатты көрермен. Сәлеметте болыңыздар.